Стамбулдағы ұлдар жетімдер үйінде түнгі сағат 12-де балалар бүлік шығарады. Күзетшілер бірден Арасты іздей бастайды. Өйткені бұл істің басында тұрғанда сол. Ал бұл біздің басты кейіпкеріміз, красавчик Арас. Арас директорға кіріп, өзін Бодрумдағы жетімдер үйіне ауыстыруын сұрайды. Директор Стамбулдан Бодрумға кету қателік болатынын айтып, болашақ үшін осында қалғаны дұрыс екенін түсіндіреді. Бірақ Арас райынан қайтпайды. Ақыры Бодрумға кетуге шешім қабылдайды. Сөйтсе, оның Бодрумға баруына себеп бар екен. Арасқа бейтаныс адамнан хат келген. Хатта оның інісі Демирдің Бодрумда екені жазылған. Көп ұзамай Арас таңертең Бодрумға келеді. Жолда оған бір мейірімді жүк тасушы көмектесіп, заттарын тегін жеткізіп береді. Осылайша Арас Бодрумдағы жаңа өміріне қадам басады. Жетімдер үйіне орналасып, заттарын қарап отырған кезде, Арас бөлмесіне біреудің пакет қалдырып кеткенін байқайды. Ішінен телефон мен хат шығады. Ал хатта: өз уақыты келгенде, осы телефонға қоңырау шаламын деген жұмбақ сөздер жазылған. Бұл жағдай Арасқа інісі Демирді есіне түсіреді. Олар кішкентай кезінде жол апатына түсіп, ата-анасынан айырылған. Ал Арас ұзақ уақыт комада жатқан. Сол уақытта оның інісін басқа адамдар асырап алған екен. Енді Арас Демирді табу үшін Бодрумға келген. Ал осы қалада тағы бір маңызды отбасы бар. Теоман Бодрумдағы ең бай 3 әулеттің біріне жататын отбасының ұлы. Анасы Шебнем оның денесіндегі жаңа татуировканы көріп қалып, рұқсатсыз салдырғанына ашуланады. Күйеуі екеуі жұмысқа кетіп қалған соң, Теоман жалғыз қалады. Оның тағы бір бауыры бар, Лейла. Ал Лейланың Араспен кездесуі тіпті күтпеген жерден болады. Лейла велосипедпен келе жатып, Арасты қағып кетеді. Охо! Бізде жұптардың алғашқы кездесуі болып жатыр ма? Лейла аяғын жарақаттап алған соң, Арас оның велосипедін өзі айдап, екеуі бірге мектепке барады. Оларды бірге көрген Лейланың құрбылары аң-таң. Қалай ойлайсыздар, Лейла мен Арас жараса ма? Ал мектепке кірген бойда Арас бір оқушының басқа баланы ұрып жатқанын көреді. Бірден араша түседі. Сөйтсе, ол Теоман екен. Теоманға Арас алғашқы кездесуден-ақ ұнамай қалады. Ал Арас өзі қорғаған баламен тез достасып кетеді. Кейін Арас Лейланың аяғы ісіп кетпесін деп, оған мұз алып келеді. Бірақ бұл әрекет Теоманның ашуын одан сайын қоздырады. Осы кезде сабаққа Денис кешігіп келеді. Мұғалім оған ашуланып, сыныптан шығуын талап етеді. Денис де оңайлықпен беріле қоймайды. Тіпті оған Арас та араша түседі. Нәтижесінде мұғалім екеуін де сабақтан қуып шығады. Ал Денисдің анасы Нұрай Шебнемнің қорында жұмыс істейді. Екеуі бір-бірімен жақсы араласқанымен, Шебнемнің байлығы мен тәкаппарлығы бірден байқалады. Көп ұзамай мектепте старостаны сайлау басталады. Осы кезде Теоман Арастың телефонын жерге түсіріп, теуіп жібереді. Лейла телефонды көтеріп беріп: бұл жерден кет. Бұл сенің орның емес дейді. Бірақ Лейла неге бұлай айтты? Жыл сайын мектеп старостасы болып Теоман сайланатын. Себебі оның отбасы Бодрумдағы ең ықпалды әрі ауқатты әулеттердің бірі. Сондықтан оған қарсы шығуға ешкімнің батылы жетпейтін. Тіпті бұл жолы Шебнемнің өзі қор атынан мектепке келіп, ұлын қолдайды. Бірақ дәл сол сәтте күтпеген жағдай болады. Арас та староста болуға өз кандидатурасын ұсынады. Енді не болмақ? Жыл сайын жеңіп келген Теоман ба, әлде Бодрумға енді ғана келген Арас ба? Бұл екеуінің арасындағы тартыс енді ғана басталды. Кім жеңіп шығады? Келесі серияда көреміз. Айтпақшы, біздегі Telegram арнасында келесі сериясы әлдеқашан шығып қойған. Сілтемеге өтіп, толық нұсқасын көре беріңіздер.